Алдыңғы үй тапсырмасына мен А, Б, С деңгейінен бір есептен кем дегенде шығаруға бердім. Соны қарастырайық. Кітаптарында А деңгейі. Маған есептерді жіберді. Былай жасайық. Бағдаршамға қарау. Алгоритмнің 3 типі бар дедік, иә? 3 типінің мына есепте қайсысы түрі қолданылған? Кім айтады кәне? Не? А деңгейінің екінші есебінде қайсысы қолданылған? Сызықты тип? Мұнда сызықты емес. Циклдік? Жоқ. Үшіншісі ол егер әйтпесе онда деген өзінің тірек сөздері бар, ол шартты алгоритм. Естерінен шығармаңдар. Егер әйтпесе онда шарт қойылып тұрмын. Егер жасыл жанып тұрса, шарт емес па? Жасыл жанып тұрса, онда көшенің ортасына келіп тоқтау дейді. Онда берілгені бойынша есеп өзі алгоритм дұрыстау керек. Бұл алгоритм дұрыс орындалмауы қандай келеңсіз жағдай алып келуі мүмкін дейді. Ойша ол көшені өту, яғни бағдаршамнан өту алгоритмін жасау керек болатын. Бізде бұны, по-моему, айтөре жасап жіберді, да? Расыл ма, айтөремен жасап жіберді бізге. Жақсы. Одан кейінгі есепті қарастырайық. Дүйсенбі күні оянғаннан кейін Ілияс өзін нашар сезінді дейді. Ойша мына алгоритмді құрды дейді. Нашарламау үшін алгоритмді түзетіңдер дейді. Температураны өлшеу, егер онда дәрігер шақыру, мектепке бару дейді. Былай жасайық біз. Егер онда әйтпесе деген үшеуін қолданып, осы алгоритм жасап көрейік. Мен былай жасайтын едім. Бірінші, бізде басы болады, басы. Кейін, мынау кім баланады? Ілияс температураны өлшейді, іс-әрекет кетеді. Одан кейін шарт кетеді. Температура өлшенді, қолында енді қанша градус температурасы бар. Шартқа қарайды. Шартта бізде градус тұрады. Егер 37 градустан жоғары болса, я деген кетеді, тармаққа бөлінеді. Я жоқ деген екі тармаққа бөлінеді шартымыз. Орындалмауына қарай. Яғни 37 градустан жоғары болса деген бір шарт бар. Мынандай шарт, ол температура мысалы жоғары болса 37-ден. Я деген кетеді. Мынау шартты біз ромб геометриялық фигурасын сызамыз. Я болса, дәрігер шақыру. Мына жерге жазсақ, жоқ дегенді. Жоқ болса, мектепке бару. Мектепке бару. Сонда біздер шартымыз жасалды, алгоритміміз жасалды. Бірінші іс-әрекет кетті, температураны өлшейді Ілияс, одан кейін шарт қояды. Егер қазір температурам 37-ден жоғары болса, онда мен дәрігер шақырам. Ал егер 37-ден төмен болса, мына шарт орындалмаса, онда мен мектепке барамын. Осында алгоритм құру керек болатын. Мынаны өшірейік. Сосын ары қарай Б деңгейінің есебін қарастырып көрейік. Жақсылап қазір түсініп алыңдар, өйткені БЖБ-да үлкен көмек болады. Мына есепті қарастырып көрейік. Мен, наверное, осыған ұқсаған есеп беремін. Мына, оңға бағыт батырмасын 4 рет бас дейді. Бірінші берілген сөз телеграмма сөзі. Осы телеграмма сөзімен біз алгоритмдер жүргіземіз, оны түрлендіреміз, яғни. Соның осы түрлендіру алгоритмін жасаймыз. Меңзер осы сөздің үшінші әрпінен кейін тұр дейді. Оқушы мына алгоритмді орындады дейді. Меңзер дегенді білесіңдер ма? Қазір мен кішкене не ашайын. Текстті документ ашысайын.
Бізде қандай сөз? Телеграмма деген сөз ба? Мына жазамын. Телеграмма деген сөз бар. Енді осыны дейді, осы сөздің үшінші әрпінен кейін, үшінші әріп қайсы? Ол Т-Л, я? Меңзер осы сөздің үшінші әрпінен кейін тұр дейді. Міне. Яғни Л әрпінен кейін тұр. Оқушы мына алгоритмді орындады. Алгоритмді орындап көрейік. Оңға бағыт батырмасын 4 рет басты дейді. Яғни ол біздің клавиатурадағы оңға батырмасы. 1, 2, 3, 4. Мына А әрпінен кейін келіп тоқтады меңзеріміз. Одан кейін, егер шарт кетті жомны, меңзер М әрпінің алдында болса, онда делет батырмасын 2 рет бас дейді. Яғни, бізде шарт қанағаттанып тұр ма? Ол М әрпінің алдында тұр ма? Я, тұр. Я. Қанағаттанып тұрса, я. Онда біз онда дегеннен кейінгі әрекетті орындаймыз. Делетті 2 рет бастым мен. Келесі шарт оқып көрейін. Меңзерден кейін А әрпі тұрса, онда оны F әрпімен ауыстыр дейді. Бізде қазір енді меңзерден кейін А әрпі тұр, я? Оны біз өшіремізді F әрпімен алмастырамыз. Сонда бізде телеграф сөзі шығады. Бұны алгоритмдерді орындап, біз нәтижеге жеттік. Б деңгейінің Б есебі осылай шығарылатын еді. Дүкенге 2-3 теңге тұратын қарбыз алып келді, сатушының тұтынушыға қызмет көрсету алгоритмін құрастыру керек болады. Кішкене осыған тоқтап кетейік. 2-3 теңге тұратын қарбыз бар, я, магазинде. Сатушы деген продавец кәдімгі. Продавец олар сатады. Оған адамдар, яғни покупательдер келеді. Бұны біз, мысалы, шарт түрінде жасап көрейік. Шартты алгоритм түрінде. Сатушы тұрады, жаңағы сатушы, мысалы, бірінші іс-әрекет болсын. Қарбызды тұтынушыға ұсынады. Кейін шарт кетеді. Іс-әрекет орындалды, я, тұтынушыға ұсынды, енді тұтынушы шарт қояды. Егер тұтынушының ақшасы 200 теңгеден көп болса, немесе оған тең болса, мына жерде жазып көрсетейін, шарт бізде былай болсын. Тұтынушының ақшасы 200 теңгеден көп болса, немесе тең болса, Y деген оның ақшасы деп санайық, онда ол арбузды сатып алады. Я болса, міне, жерде я деген тармақ кетеді. Ол қарбызды сатып алады. Сатып алады. Ал жоқ болса, яғни 200 теңгеден ол покупательдің ақшасы аз болса, естественно, ол сатып аламайды. Өйткені ақшасы жетпейді, жоқ деген біз тармаққа, онда сатып алмайды деген жауапты қоямыз. Мынау жауап ретінде шығады. Қысқа ғана өйстіп алгоритм құруға болады. Жауапты біз қисық төртбұрыш, яғни параллелограмм түріндегі фигураға жазамыз, я? Кейін қайсысы орындалса да келіп біздің алгоритміміздің соңына жетеді. Соңын міндетті түрде өйстіп жауаптан кейін шығарамыз да. Соңын қандай геометриялық фигураға саламыз? Соңы дегенді қандай геометриялық фигураға жазылатын еді соңы деген? Овал. Немесе дөңгелек. Я, дөңгелек, я. Мынандай, ой, мені қателік қалды. Так. Шеңбер сияқты эллипс түріндегі жазылады, басы мен соңы. Міне. Осылай алгоритмімізді аяқтаймыз. Жақсы. Ары қарай қазір бізде алғандай ғана уақыт қалды. С деңгейінен бір есепті қарайық. Так, С деңгейі. Бұл жерде біріншісі бәрі бір-біріне ұқсаған.
Просто бұл жерде қанша рет циклдың денесі қанша рет орындалатынын анықтау керек. Оны біз қалай анықтаймыз? Төменде көрсетілген жағдайларда цикл денесі қанша рет орындалатынын анықтаңдар. К тең -1-ден 7-ге дейін қадам дейді. Қадам 3-пен, то есть қадам 3-ке тең. К -1-ден басталады да, осы 3 қадаммен 7-ге дейін бару керек. Яғни -1-ге 3 қосылады. Міне, бірінші бізде басы болады. Басы. Одан кейін бізге берілгендерді жазамыз. Не берілген? Бізге тік төртбұрышқа жазамыз берілгендерді. К тең -1 деген берілген. Одан кейін қадам берілген, я? Қадамды H деп алайық. Үтірлі нүкте қоямыз арасына. H тең 3. Осыдан кейін бізде шарт кетеді. Шартымыз қандай? Ол 7-ге дейін. Яғни біз S деп алайық. Қосыла береді ғой бізде 3 қадаммен -1-ге 3 қосылады, кейін тағы одан шыққан санға 3 қосылады, солай қосынды, я, каунт пайда болады. Сол каунтты біз 7 ғой бізде, соңында 7 болу керек. Осы 7 бізде S. Так, былай. S 7-ден кіші. Кіші. Яғни нар шарт орындалғанға дейін я деген кетеді. Бірінші я. Бірінші бізде тоқтай тұрыңдар. S тең 3, К тең -1, S тең 7. S тең 7. Я болса, бізге S керек қой бірінші. Мына жерге S-ті де тіркейміз айтпақшы. Өйткені бізде S-іміз басында 0-ден басталады. S бізде 0-ге тең. Бастапқы мәні. Кейін қосылып ол өзінің соңғы мәніне жетеді. Так, S бізде 7-ден кіші ма? Кіші, я, 0-ге тең ол кіші. Я деген шарт орындалады. Ол жерде бізде не әрекет орындайды? Я болса. Ол бізге қосады, сонда S тең болады. Мына жерге тағы да біреу керек. Мына жерде бірінші негіз К болады. К тең. Міне. К қосылған H болады. Міне. Осыны орындайды, одан кейін барып S-ті анықтайды. S тең, К келеді, -1. Бірінші -1-ді 3-ке қосамыз, неше шығады? -1-ді 3-ке қоссақ, К -1-ге тең мұны. Оған қосу 2, я? 2 К-мыз бізге 2-ге тең болады. S тең К деп аламыз мына жерге. Одан кейін қайтадан мынау шартқа кетеді. Қайтадан шарт тексеріледі. Бізде S-іміз енді К нешеге тең болды? 2-ге тең болды. Қайтадан 2, енді S-іміз 2-ге тең. Так. Қосамыз, салыстырамыз. 2 7-ден кіші ма? Кіші. Онда біз қайтадан шартты я деген жауапты қанағаттандырады да, мынау цикл орындалады. Бізде К енді -1-ге тең емес, 2-ге тең, я? 2-ні 3-ке қосамыз. 5 болады, я? S бізде нешеге тең болды енді? 5-ге тең болды. Қайтадан барады, тексереді. 5 кіші ма 7-ден? Кіші. Онда қайтадан цикл орындалады. Бізде К енді 2-ге де, -1-ге де тең емес, ол 5-ге тең, я, уже? 5-ге тең болды. 5-ге 3-ті қосамыз. 8 болады. S бізде
K-ға тең, яғни S-іміз де 8-ге тең. Қайтадан айналып келеді. Шарт тексеріледі. 8 7-ден кіші ма? Жауап береміз балалар. Қараңдар, бізде S уже қосылып, цикл орындалып, соңында 8-ге тең болды. 8-ді біз тексереміз, 7-ге тең ба? 7-ден кіші ма 8 деген? Шарт орындалып тұр ма? Жоқ. Онда бізде мынау цикл орындала ма? Осындайда. Бұл цикл орындалмайды, иә? Жоқ деген бізде екінші тармақ кетеді. Ол тармақтан не шығады? Жоқ болса, бұл мына жерден жоқ болса, онда бірден бізде S-іміз жауапқа шығады. Шығару. Сонымен соңы болады. Соңы жаңағы неге алынады? Шеңбері тәріздіге. Барлығының арасы бір-біріне стрелкамен жалғасады. Сонда денеміз неше рет орындалды? Бірінші рет орындалды. S ол кезде бізде 2-ге тең болды. Қайтадан тексерілді. Қайтадан орындалды. Ол кезде S бізде 5-ге тең болды, иә? Қайтадан кетті. Сонда уже бізде 1 рет, 2 рет орындалды. Сосын тағы да 8 болды. Мына цикл денесі бізде неше рет орындалып тұр сонда? Міне, басында S-іміз 0-ге тең болды. Қосылды. K 2-ге тең болды да, S-іміз де 2-ге тең болды. 1 рет орындалды. Қайтадан кетті, 2-ні 7-мен салыстырды. Я деген тармаққа кетті қайтадан. 2-ні қосты 3-ге, 5 болды. S-іміз 5-ге тең болды. Екінші рет орындалып тұр. Қайтадан кетті. Шарт тексерілді, 5 7-ден кіші, онда я деген тармақ орындалады. Тексереді, қосады. 5-ге қосамыз 3-ті. S-ге теңестіреміз. S-іміз 8-ге тең болды. Үшінші рет орындалды. Орындалып тұр бұл. Қайтадан кетеді, шарт тексеріледі. Бұл жолы бірақ шартымыз я дегенге келмейді, жоқ дегенге кетіп қалады. Сонда мынау циклдың денесі бізде 3 рет орындалып тұр. Біріншісінде 2 болды, мынаны қосылды. Орындалу деген циклдың денесіне мына 2 операция кіріп тұр ғой. Мынау неше рет 2 қосылып тұр. Мынау шарт неше рет қанағаттанса, сонымен де есептеуге болады. 3 рет қанағаттанды шарт. Бірінші басында 0 болды да 7-ден кіші болды, 2 болды да 7-ден кіші болды, одан кейін 5 болды да 7-ден кіші болды, 8 болғанда уже кетіп қалды. Сонда 3 рет қайталанып тұр цикл денесі. Мына есептерде дәл солай шығарылады міне. Осыны қарап көріңдер. Келесі үй тапсырмасына тағы да осы А, Б, С деңгейлерін беремін.